Оңтүстік фильм ұсынады. Замын аялы пейліңе Қабыр көтеріне қомдуға Алып жатыр қай жазып Ат жақтырып Ақ көңілді ақ арманым Не болып жүр саған жаным Қаншама рет ойлансам да Құпияңды таба алмадым Қаншама рет ойлансам да Құпияңды таба алмадым Неге жаным үндемейсің Сенсіз күнім күндемейсің Неге қызғалдақай ажарланып гүлдемейсің Неге қызғалдақай ажарланып гүлдемейсің Бұл әуеннің шыққанына 22 жыл толса да, бәз баяғы биязы қалпын жоғалтпауының сыры неде? Құнды сөзбен өрленіп, әуездәнмен әрленген ғажап туындының авторы кім? Өз өмірін әуенге ғана емес, шәкірт тәрбиелеуге арнап, журналистика саласының дамуына айрықша үлесін қоса білген жанның өмірінен сыр шертеміз. Сенсіз атпас қобатаңым, сенсіз қалай көр ажамын, жүрегімнің қалауы сен, жалғыз сені ұнатамын, жүрегімнің қалауы. Бала бекшігін. Мектепте оқып жүргенде саусақтары майысы, суретті тамаша салады. Негізінен ол мектепте суретшілік өнермен кең танылды. Сонысына қарап, жұрт оны суретші болатын шығар деп ойлайтын. Іс жүзінде олай болмады. Суретшіміз сазгерге айналды. Іс қимылы ширақ. Осы бір қара бала өзімен өзі жалғыз қалғанда, әдемі бір әуеннің ырғағымен ыңылдайтында жүретін. Бастапқыда оған соншалықты мән беріп жатқанда ешкім болмайтын. Ойынның қызығына тоя қоймаған, балдырғанның балғын шақтаған мұндай лирикалық сәттері аз кездеспейді ғой. Мына баланың бойындағы әлгінде ерекшелікке де әке-шешесі әншейінгі үйреншікті нәрсе ретінде қарағанда қойған. Білгендердің айтуынша, Бекеңнің атасы Сердәлі, сөзге шешен, елге сыйлы, беделді адам болған екен. Оның үстіне ата-бабалары мекен еткен Бек жігіттің кие тұтар ата қонысы, Ақсары даласында өзіне өзгеше бір қуат беріп тұрар еді. Осынау дархан көңілді шотасымен әр қамыс, жаңғылына дейін ән салатын ата мекені қойсын ба, төл перзенттеріне бұлай елдің бәрінде бірдей кездесе бермейтін дарын тартқан солар ғой. Жалпы балалық қиял, балалық арман адамды әр жаққа жетелейді. Мен өзім кішкентай кезімде ауылдың балдарын жинап алып, әр қайсына рөл бөліп беріп, театрлық қойылым болған жақсы көретін едім. Сосын ол балдармен бірге ауыл ойындарын ойнап, жиі жайлауға шығып, кең далаға шығып, сол кездің бала ойындары 12 таяқ, атамаш, асық, ләңгі, осындай керемет ойындар ойнайтынбыз. Сол кезде мүмкін сол даланың әдемі көріністері маған әсер ететін болу керек. Мен мектепте жаңағы оқып жүрген кезінде сурет сабағы болады ғой. Сонда мен сол өзім көрген далада көрген көріністерді суретке салады екен. Мен балам ғой, білмеймін. Мәселен, оқытушы мұғалім тапсырма береді. Бүгін жылқы салыңдар десе, басқа оқушылар жылқыны ғана салып берсе, мен жылқының ар жағына даланың көріністерін, одан қасына кеп жусап тұрған қойды, не болмаса ар жағында көрініп тұрған тауды, бұлттарды салады екен. Содан ол ойлаған мұғалім, сенің керемет суретші шығады деп, сол өзі баға берген еді. Сонымен мен суретші болам деп жүрдім, мектеп бітірдім, суретші болатын шығармын деп. Бірақ кейін керемет қазақ суретшілерінің шедевр суреттерін көргеннен кейін, ой, мынау керемет, мен жете алмайды екен ғой. Одан да мен
филолог болайын деп шештім. Сөйтіп, ол кезде филология факультетіне түсу Казгуге өте қиын еді. Конкурс деген үлкен. Содан қарап тұрсам, ауылда жұмысшы болып істеймін, клубта жұмыс істедім бірінші. Клубта ансамбль ұйымдастырдым, ауыл клубында. Халық деген аншлаг, қазіргі заманмен аншлаг дейді ғой. Сондай аншлаг болатын ауылдың адамдары. Келіп отырып, орындық болмаса жерге жайғасып. Сондай бір жанды музыкамен сол дәуірдің әндерін айтатынбыз. Міне сол кезде маған бір сценарий жаздым, басқа еттім, сонымен филологтыққа маған кішкентай екенмін болғанын білдім да. Алматыға оқуға бардым, бірақ конкурс үлкеннен болғаннан кейін мен журналистика факультетінде дайындық бөлімі ашылған екен. Сол дайындық бөліміне түсіп кеттім. Өйткені тіке түсу қиын болды маған. Жұмысшыларды қабылдап жатырмыз деген хабарландыруды естіп, сөйтіп дайындық бөліміне оқуға түсіп кеттім. Содан бар 5 жыл оқысам, мен 6 жыл оқығаным сол. Енді шын мәнінде сол студенттік орта, жақсы ортаға тап болдым. Үлкен өнерлі жастардың ортасына тап болдым. Менің курстастарым Барт композитор Табылды Досымов, одан кейін Армансыз Қабылұлы, Серік Аббасшах, Серік Жанболат, Әміржан Қосанов сияқты қазір елге танымал тұлғалар. Солардың ортасына түстім. Бауыржан Үсенов деген композитор керемет. Солардың әндері әсер еткен болу керек, бірақ мен ән жазамын деп ойлаған жоқпын. Сол күндердің бір күнінде Құлтөлеу деген курстасымыз үйленіп, сол Қарағанды облысына Ақшатауға баратын болдық. Сол тойға кетіп бартқанда менің композиторлығым пайда болды ғой. Сол пойыздың ішінде пайда болды деп ойлаймын. Өйткені мынау қажеттіліктен туды. Сонда мен ішінде бар екен ғой деп кейін ойлап жүрмін ғой. Мен ішінде ән тудыру, әнге деген құмарлық болған екен ол бала кезімде, мен білмегем. Сол пойызда кетіп бартқанда не сыйлық апарамыз деген курстас қыздардың сұрағына түнде отырып, ақшамыз да жоқ, гүл алатын ең үлкен сыйлық не кітап, не музыка шығар деп, бір Лениншіл газетінің бетіндегі екі өлеңге ән жазып, сол әнімізді тартып өткенбіз. Міне менің алғаш тұңғыш әнім осы Жас Шуайла болды. Қырғызстанда қазір, бүгінгі таңда Қырғызстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, жаңбыр төкті деген әнді елге таратқан. Осы керемет Қырғыздан, бізді Қазақстанда хит болып жатқан әндерін Айылдың арғы жағынан деген әнді таратқан Саламат Садыкова деген керемет әнші бар. Осы әнші мен Жас Шуайлар әнімді қырғыз тіліне аударып сөзін тойда айтып көрген ғой енді жаңа ән айтқысы келген ғой енді. Сөйтіп өзінен бір естіп жүреді екен. Бірақ қазақстандық композитор деп ойламаған ғой енді. Кейін тыңдап сөзіне қарап, бұл Қазақстанда жазылған ән ғой деп ойлаған енді. Кейін интернет арқылы тауып алды, авторын тауып алып, бірақ менің кездескенде соны қырғызшаға аударып, мені жазған ақыны Өтеген Оралбаев қой. Өтеген Оралбаев және өзі Қырғызстанда аударма жазған адамды да жазған. Сөйтіп шырқаған. Шырқағаннан кейін бірден сол Қырғызстанда хитке айналып кеткен. Қазір бір жарты жылдан асып кетті. Ол кісі менімен хабарласып тұрады. Сенің әніңнің арқасында абыройды болып жүрмін. Тойдан қалмайтын болдым деп звондайды кейде. 70-ке келіп қалған кісі ғой, бірақ дауысы керемет. Анан менің бір өзімдің бір башқачарақ адатым бар. Қолға түйгенде ырдап салбаймын.
ушу көпкө чейин толгонуп жүрө берем. Кээ бир өзүбүздүн мына репертуарымдагы ырларды 10 жылдап көтөрүп жүргөн жылдарым болду. Көкүрөктө түнөп тура берет, баягыны кыялыңда бышырып жүрө бересиң да. Анан ушул мына Сердалы Бекжигит деген азаматтын дагы менден бир аз гана айырмасы бар экен, жаш курагыбыз. Анан бул мырзанын ырын 3 жыл мен ошо поштодо сактап турдум. Анан кече жакында мындай карасам, гүрүлдөгөн күздө элибизде жакшылыктар болуп атат. Мыкты азаматтарыбыздын бир башына тең келген жакшынакай ак кууларын кондуруп аткан ак тойлордо ырдала турган чыгарма экен. Мындай убакыт боло калганда анан отуруп карасам, өтө бир кайрыктары ширин, назик, жан дүйнөңдү ушундай бир арбап алган, жаш жубайларга арнап чыгарылган ыр экен. Анан мен ойлодум, ай ушул азамат өзү суранды эле. Бул ырды буякта сактай бербей сармайдай элге чыгарайын. Сөзү да мыкты экен деп туруп, анан кийин баягы назар салып, аранжировкасын жакшынакай кылып туруп, авторго кайра байланышып дегендей. Ай айналайын, баягы аныңды бергениң распы? Сол өлеңди айтайын деп жатырмын дедим. Силерге ардайым орун бар, агыр көтөрүңө кондуңар, ак тилек батабыз буйрусун, бактылуу талайлуу болгула. Сөзүм кыргызчалаттык биз. Мен өзүмдүн кызым Кундуз Абашева деген ошондой калемгер кызым бар, Кудайга шүгүр. Айтматовдун сыйлыгын алган. Мана ошол өлөңдүн эмесин, сөзүн мага аударып берчи деп бердим кызыма. Өзү котормосун жасап берди мага. Мана ошентип Кудай буйруса, бир-эки жакшылыкта ырдадым. Мен ойлойм, мындан ары кыргыз элинин ошондой жакшы күндөрүндө, ырыстуу күндөрдө мен репертуарымдан орун алды. Несин жасырамыз? 86-нын желтоқсаны ән тербеген көңілдерге ауыр сызат түсіріп кетті. Алаңға неге барасыңдар? Араларыңда оңтүстіктің балалары неге көп? Партия жиналысында ұлтшыл декандарың Темірбек Қожакеевті қолдап сүйелеп жүрген қайсың? Қойшы әйтеуір, қарша бұрыған осы сияқты селді сауалдардың саны студент сазгер Бекжігіт Сердәліден бастап бәріне арналған. Бірде-біреуің Алматыда қызметке қаламыз деп дәмеленуші болмаңдар. Сендерде ұлтшылдықтың уымен уланғандарда Астанада қалдыру қауіпті. Алыстағы аудандық газеттердің сапасын көтересіңдер деген суық нұсқауға ұласты. Желтоқсан менің шын мәнінде қаншама достарымыз боздақ боп кетті, қанша қыздар тағдыры басқа салаға кетіп қалды. Соған қарамастан біздің тәуелсіздігімізді, елдігімізді алып келген үлкен бір құбылыс болды деп ойлаймын. Сондықтан әр адамның жүрегіне ол қозғау салмай тұрмайды. Бірақ желтоқсан менің ұлтқа деген сүйіспеншілігімді, елге деген құрметімді, отаншылдығымды оятқан болу керек. Ызғарлы желтоқсан талай жастың өміріне тоқтау болды. Арманның жетегінде Алып шаһар Алматыда білім алған Бекжігіт ағаның арманына тұсау болған бұл жағдай Қаратау таш саналатын кеншілердің шағын қаласы Кентаумен ұштастырды. Мен Сарыөзекке кеттім. Сарыөзекке направление беретін, ол кезде жолдама беретін. Қазір емес, ол кезде әр студенттің қолына, бітірушінің қолына жолдама беретін. Сол жолдамайма барып жұмыс істеуге міндеттісің. Мен Сарыөзекке бардым. Барып қарады да, редактор желтоқсан қатыспең деді. Қатыстым дедім. Орын жоқ онда деді. Сөйтті да виза қойып, лақтырып жіберді алдыма. Мен жолдама қой, бұл арнайы берілген жолдама. Сіз қабылдауға міндеттісіз десем, орын жоқ, қай қабылдаймын сен деді. Сонымен алып қайтадан Алматыға келдім. Ол кезде Госкомиздат дейді, мемлекеттік баспа комитетіне келдім. Осылай қабылдамады деп күлді. Қабылдамаса не істейсің? Үйіңе барып жат деді. Сонда арнайы ұйымдастырған болды мүмкін. Мен ғана емес, біраз курстастарымен хабарласам, олар да қабылдамаған жұмысқа. Сөйтіп біз баршамыз 90%-ымыз жұмыссыз қалдық. Қолымызда жолдамамыз бар, бізді ешкім жұмысқа қабылдамайды, еш жер. Сонымен бірте-бірте осы Кентау қаласында орыс газет шығатынын естідім. Мен ойладым ішімнен, мына орыс ұлтының өкілдері істейтін жерде мен желтоқсан туралы білмейтін шығар мүмкін. Соған барып көрейінші деп сол жерге бардым Кентауда.
Кентауская правда деген газет шығады екен. Сөйтіп сол жерде Олейников деген редактордың алдына кірдім. Сөйтіп мен осындай жаңа бітіріп келген жас маманмын, жұмысқа аласыз ба дедім, орыс тілінде. Алам, тек аудармашы деген штат бар бізде деді. Орысшадан қазақшаға аударыласың ба деді. Аударам дедім. Өмірімде аударған емеспін, бірақ аударам дедім. Өткен маған жұмыс керек. Сөйтіп материал берді қолыма. 2-3. Сөйтіп өзі түскі асқа кетіп қалды, келгенше аударып қой деді. Қарасам, Кентау енді ол кезде шахтерлер қаласы, керемет, байыту фабрикалар жұмыс істеп жатқан кез. Терминнен аяқ алып жүре алмайсың. Бір шахтерлік термин білмеймін. Содан қарасам, үлкен бір сөздік тұр екен, соны алдым алып, қарап отырып, борша телеп отырып, жаңағы бәрін. Ана кім редакторым түскі астан келгенше аударып біттім. Жобалап. Сосын келді, не қылдың, аудардың ба деді, аудардың дедім. Сөйтіп бір маманы шақырып алды, редактордың орынбасарын, қазақша білетін. Тыңдашы, маған көрші деді. Сөйтіп бүйтіп қарады да, оқыш деді, оқып едім. Анаған айтты редакторға, жақсы екен аудармасы деді. Сонымен жұмысқа аламыз деді, бірақ сен жұмысқа алу үшін жолдамаңды өзгертіп алып кел деді. Сонымен қаяқтан өзгертемін дедім, Шымкентке барасың, Шымкентте сол Госкомизат филиалы бар, сол жерден өзгертіп алып келесің дегеннен кейін сол жерге барып, 3 күн жатып, барсам бермейді жолдама. Директордың кабинетінде хатшысының қасында дәл осылай 3 күн отырдым тырп етпей. Ана кірет, шығат, қарайт, ала көзімен кет дейді. Мен кетпеймін, жолдама алмай. Мен жұмыстан айырылайын деп тұрмын ана жақтан. Сонымен 3-ші күн дегенде бір азамат сол келіп қалды редакторға. Сөйтіп, не алып отырсың деді. 3 күн болды ғой, сені көріп жүрмін деді. Мен осыны жолдама аламай отырмын деп едім. Әкел деді. Сөйтіп кірді да 5 минутта қол қойдырып шықты. Сосын, аға не айттыңыз деп едім. Бұл батыр деп айттым деді. Қандай батыр деп редактор сұрап еді. Желтоқсан батыр деп айттым деді. Бірден қол қойып берді деді. Сөйтіп арқамнан қағып жіберді, сөйтіп кеп жұмысқа кірген едім Кентауға. Амалсыздан. Бірақ өкінбеймін. Кентауда менің 10 жыл керемет қызықты дәурендерім өтті. Көп әндерім Кентауда туды. Көп шығармаларым Кентауда туды. Көп туындыларым Кентауда жаздым. Кентау маған бір жақсы шығармашылығыма үлкен стимул берді десем болады. Түркістанда халықаралық қазақ түрік университеті ашылды. Олар Яссауи университеттен газет шығарады екен. Сөйтіп, газетті басу керек қой баспаханада. Олар Кентауға келіп, біздің баспаханада басады екен. Ол кезде Қорғасын линеативтік жүйе келіп, байқайым, мен ары бері өзіміздің газет жасап жүрмін ғой. Байқайым, таныстым, кімсіңдер десем, осындай университеттің газетін шығарып жатырмыз. Біз тез әбден машықтан қағамыз. Бір 2-3 сағатта газетімізді дайындап болсақ, олар 3-4 күн жүреді де жаңағы. Сосын мен, я, көп жүресіңдер деп, көп жүрем, білмей атымыздан қалай қояды. Дедім де мен, әкеш көмектесейін деп. Мынандай нелерді клише, Қорғасын қоятын, ол кезде клише қоятын, сөйтіп мынандай форма жасап бердім. Сөйтіп, демде жаңа 8 бетін жасап бердім, 1 сағатқа жеткізбей. Сонымен, деп қуанып, газеттерін шығарып кетті ғой. Сөйтсе барып айтыпты университетке. Ана жақта бір сұмдық маман бар екен. Мына баспасын жақсы біледі екен, журналистиканы жақсы біледі екен. Соны неге жұмысқа тартпаймыз деп айтқан. Содан Сейдулла Садық деген профессор ағамыз маман таппай отырған екен, жақсы. Шақыр деген. Соны ертеңіне маған келіп, сені шақырып жатыр, университетке жұмысқа кіресің ба дейді. Ойбай, атама, университет ғой. Университет мен үшін белый дом ғой. Университетте қалай мен сабақ беремін? Ол ғұламалар жұмыс істейді ғой. Мен осы тіршілігім ұнайды маған. Жоқ, сен келіп көре саш деді. Жарайды деп бардым ертеңіне. Барып едім. Мен кешегі сөзім есінде болу керек. Бірден аудиторияға
кіргізіп артта отырсып қойды. Студенттер отыр, өзі сабақ беріп жатыр. Қарап отырмын, менің білетін нәрселерімді айтып жатыр. Қайта ол кісінің айтқанынан менің білетінім көбірек сияқты да жаңа. Студенттер үйіп тыңдап отыр. Сосын, мынау менің қолымнан келеді ғой, осындай әңгіме айта беретін болса, келеді ғой менің қолымнан деп ойладым да ішімнен. Сөйттім де шықтым, кірдім. Сонда сол іскерлігі ғой, ана басшысынан бар ғой. Жоқ, жұмысқа алам сені деп өзі айтса, мен бәрібір кірмесем ол жұмысқа. Мені басқа әдіспен студенттердің арасына кіргізіп барып, мені көрсетіп, сосын барып сөйлесті мен. Қалай деді. Кірем дедім. Енді әңгімең өзгерді деді. Сөйтіп, сол жерден Кентауская правда газетінің редакторына звондап еді. Бермейін, жібермейін деді, бізге керек. Оларда маман жоқ. Қазақта ұстазы мықтының ұстанымы мықты деген тамаша тәмсіл бар. Бекжігіт Сердәлінің, Бекеңнің мықтылығын мен ұстазының мықтылығымен тікелей байланыстырғым келеді. Өйткені атақты Темірбек Қожекеевтің шәкірті болды. Шәкірті ғана болған жоқ, өзі іздеп барып, сол Темкеңнің жетекшілімен кандидаттық диссертациясын қорытады мыңжылдықтардың тоғысында. Еңбек өтілін шағын редакциядан бастаған жас маманның профессорлық деңгейге дейін жетуінің сыры неде? Табандылығы ма, әлде журналистикаға деген махаббат па? Астары тереңді бойлайтын түйткілді мәселенің шешімі біреу ғана. Шәкірттеріне деген ақ көңілділігі, қазақ тіліне деген ерекше сүйіспеншілігі. Армысыз ағай? Еңбекқорлық. Өткені мен біреуден биік емеспін. Ел қатарлы адамын. Менімен қабат, мен құралпы, талантты әріптестерім көп. Бірақ профессорлыққа биікке жете алмай жүргендер бар әлі. Өткені еңбекқорлық. Жағына келген кезде сәл шабандап қалуым мүмкін, қанша таланты болғанмен. Сондықтан мен талантым бар болды, осымен мен биікке өрмелеймін деген ол қателік. Талантқа қоса үлкен еңбекқорлық, сабырлық және айналаңа деген бір жақсы симпатияң болу керек. Ең басты қасиет қарапайымдылық. Кеудесі соға берген кеудем соқтар алысқа ұзамайды. Аты танылар, атын ел білер, бірақ ешкім маңайына жуй бермейді. Сондықтан барлық адамдарға айтар едім, ең бірінші қасиет адамда ол қарапайым болу керек, қарапайымдылық керек. Бекеңмен сөйлесе қалсаң, сырласа қалсаң, әр шәкіртінің, әр қайсының жетістігіне балаша қуанып отыратынына риза боласың. Олардың аты жөндеріне дейін атап, Қалеке, менің осындай бір шәкіртім бар, соны байқап көріңіздерші, соны бір тыңдап көрсеңіз, соны бір жазғаның оқып көріңізші деп, өзінің туған баласындай әр шәкіртіне жанашыр болып жүргеніне әрі қайран қаласың, әрі риза боласың. Басқа оқу орнын бітіргендерге қарағанда жылдам алатын себебі бұл өңірде бітіргендердің тілі таза болады. Бұл бірінші фишка. Сөйлетеді. Аналар короче, деген сияқты сөздер қосып береді. Біздің студенттер таза сөйлейді. Өйткені біз бірінші курстан бастап оларға талап қоямыз. Сіз сәлеметсіз бе деп амандаспайсыз. Сіз болашақ журналистсіз, армысыз деп амандасасыз. Деп соны үйретеміз. Одан кейін орысша сөз қосама, біз аудиторияда ойын ойнатамыз. Мынаға копилка қойып қоямыз. Кім орысша сөйлейді, әр сөзіне 10 теңгеден тастап отырады, тиыннан. Ол тиын жиналғаннан кейін біз тіл туралы қабырға газетін шығарамыз, немесе газет шығарамыз, немесе радио хабар ұйымдастырамыз, телехабар ұйымдастырамыз, соны қаражатына деп ынталандырамыз да, соны орысша сөйлемеуге тырысады. Кейбіреулер бар енді қаладан келгендер, әсіресе батыс өңірінен, орталық солтүстік өңірден келгендер, олардың қалтасы бірден чұқалып қалады. Есесіне қаншама таза сөйлейді солар еді бітірген кезде. Өзіміз таң қаламыз. Бізге негізі
көкірегінде елге деген үміті бар, жазуға деген қабілеті бар, тілді сүйетін балалар кеп түседі. Негізі солай. Ал енді карьера қуатындар, не болмаса өзінің бір жеке бас пайдасын ойлап, болашақта мен бір жерде мекемеде басқарып отырамын, ау, менің қолымнан сол келеді. Не болмаса ата-анасы сондай бағытқа сілтейтіндер бізге келмейді. Сондықтан бізге шығармашылық адамдар келіп жатқаннан кейін олардың ішінен жақсы адамдар, талантты балдар шықпауы мүмкін емес. Біздің шәкірттеріміздің алды қазір Америкада. Мен таяуда Қазақстаннан алып келген барлық құжаттарымды, қағаздарымды реттестіріп отырғам. Солардың ішінде маған бір кішкентай жапырақтай ғана қағаз өте ыстық көрінді. Ол менің университетте ұстазым болған, біздің кураторымыз болған, белгілі композитор, өте креатив тұлға, талантты қаламгер Бекжігіт Сердәл ағамыздың 1998 жылы шәкіртке тілек деп жазып берген бір ауыз тілек екен. Маған ол соншалықты ыстық көрінді. Бекжігіт ағам, мен сіздің үмітіңізді ақтағым келеді. Сіз бізге студент кезімізде көп үміт артып, бізге алдымызға жақсы бағыт, жақсы жол көрсеткен болатынсыз. Биыл мерейлі жасқа толып отыр екенсіз, қуанышыңызға ортақпын. Деніңіз сау болсын, алға қойған барлық мақсаттарыңызға жетіңіз. Шәкірттеріңіз биік-биік белестерді бағындырып, сіздің мерейіңізді таста берсін. Бұл кісінің бір ерекшелігі, және мен өте қатты сыйлайтын қасиеті қарапайымдылығы. Эстрада жұлдыздарын аузында жүрген неше түрлі танымал әндерді және одан да басқа сүбелі дүниелер жаза білді. Осы атақ дәрежесі бола тұра, жас пен жас, үлкен мен үлкенше сөйлесіп, бізді үлкен өмірге жетелей білді. Осы Түркістан қаласында білім алған талай шәкірт осы кісіден тәлім алған анық. Және оны қазір Бекжігіт ағайдың шәкірттері Қазақстан түкпір-түкпірінде қызмет етіп жатыр ақпарат саласында. Ағамызды мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын. Мынау әндері, жаңа шығармалары шыға берсін. Шығармашылық табыс, шалғар шабыт тілейміз. Біз Бекжігіт ағайдан тәлім алғанымызға мақтанамыз. Осы бір жанға жайлы, көңілге ептеп мұң ұялататын, жүрегіңді тербеп сан қиялға жетелейтін, әсем әнді естіген сайын, осындай ән туғызып, әуен шығартқан жанда арман бар мекен деп ойланасың. Сол кезде мен 5 жыл қатынап Түркістаннан Кентауға жұмыс істеуге тура келді. Өйткені Кентауда үйім, Түркістанда маған ешкім үй бермейді. Сонда жолда келе жатып, ол кезде автобус Пазик. Соның артында отырамын жаңа, терезеге қарап ойланып. Сол кезде бір әуен келді. Сосын кейін барып үйге нота білмеймін жаңа магнитофонға. Сары романтик деген магнитофон бар, соған жазып қоям жаңа әуенімді. Кейін ұмытып кетпейін, сөзі деймін ғой ертең деп. Соны ұмытып кеткен бір 5-6 айдан кейін тағы отырсам автобуста. Бір әуен келеді, қаяқтан естім, кімнің әні есіме түсіре алмаймын. Үйге келіп магнитофонды тыңдасам, баяғы 6 ай бұрын өзіме келген әуен екінші рет қайталанып келіп тұр екен. О деп сөйттім да бірден Кентаулық ақын Рахым Балабиев деген, ол кезде 60-тан асқан шағы, үлкен қарт кісі. Жастарға жаздырайын десең сөзін жастар образды аша алмайды. Олар қазіргі ақындар әнге сөз жазып жүрген. Тіке айтады, мен сені сүйем деп айтады. Неге мені тастап кеттің деп жылайды, еңіреп. Жігіт қызға жылап жатыр қазір. Бұрын қыз жылайтын еді, қазір жігіт жылайтын болған. Кетіп барған қыздың соңынан шаш желбіреп. Сондай бірдеңе жазып бере ма деп қорықтым да, Рахым аға деп телефон шалдым. Қалайсыз, жағдайың жақсы ма деп едім, жақсымын деді. Махаббатыңыз қалай дедім. Махаббат деген мәңгі ғой, өлмейді ғой. Махаббатым жақсы деді. Онда бір махаббат туралы бір өлең жазасыз ба деп едім, жазайын деді. Сөйтіп ішінде кейде композиторлар, ән жазатындар ақынға бағыт беру керек. Егер бағыт бермесең, әннің сөзі әдем болмайды. Сондықтан мен бағыт бердім. Ішінде неге деген сұрақ жүрсінші.
жұмбақ болсыншы. Сіз өзіңіз бір осынша жасқа кеп бір келіншектің сыртынан қарап тұрып ойланатын шығарсыз кейде. Өзіңіз сұрақ қоятын шығарсыз. Сондай етіп жазыңызшы дедім. Жарайды деп, өзі бір жақсы лирика жазып жүрген ақын 20 минутта осының сөзін жазып берді. Ақ көңілдім, ақ арманым, болып жүр саған жаным, қаншама рет ойлансам да топияңды таба алмадым. Өзің ғана күнімді қалдырбачы қайғы мұңға, кел сүзілу келчи ұрғын махаббаттың айдыңында, кел сүзілу келчи ұрғын махаббаттың айдыңында. Sensiz o'tmas tonglar nurli, sensizlikka ko'nolmadim. Unut deding, unutmadim, kechir meni muhabbatim. Unut deding, unutmadim, kechir meni muhabbatim. Es duer aziz, assumes vorsi rumesis, urses talis lui sovlatstum, inchu esiro pura marum, urses talis lui sovlatstum, inchu esiro pura marum. Aşamaret oylansam da kopiyangda taба алмадым. Неге? Бегі жігіттің өзінен бұрын әнімен таныс болғам. Біздің бір әпкеміз үйіне қонақ шақырғанда, есіктен кіріп барсаң, сол сіздерге әрдайым орын бар, Ағотау төріне қоныңдар деп Бегі жігіттің әнін бастап қарсы алатын бізді. Содан осы ойлап жүрдім, осы қандай бақытты композитор. Әндері әр отбасында, әр шаңырақта, әр дастарханның басында орындалып жататын деп сөйтіп жүріп, кейін бір сұрастырсам, өзіміздің Бегі жігіттің әні екен. Одан барып өзімен де таныс болдық, жақын араласа бастадық. Менің бір Түркістанда өткен авторлық кешімде Бегі жігітке осы әнді өзіне айтқыздым. Композитор жаңағы әншілерге ғана айтқызбай, өзіңде бір айтшы сахнаға шығып деп. Өзі де әжептәуір жап-жақсы айтып шықты. Міне содан бері Бегі жігітпен жақсы араласып тұрамыз. Бұл Қазақстандағы ең бір жақсы композиторлардың бірі деп есептеймін өз басым. Бегі жігіттің әндері мынау өзінің қазақылығымен, сауаттылығыменен халықтың жүрегінен орын алған деп ойлаймын. Жақсы композитор, жақсы ұстаз, журналист. Қазір жігіттерге қарата айта беретін 8 қырлы, 1 сырлы деген теңеуді осы Бегі жігітке арнап айтса болады. Енді көп жазбайды, анда-санда бір жазады, бірақ дөп түседі жаңағы. Мәтінге де, әуенге де үлкен көңіл аударады, жаңағы салмақты түрде қарайтын композиторлардың бірі. Сондықтан Бегі жігіттің
шығармашылығы әлі шарықтай береді, шарықтай беруіне тілектеспін. Сондай бір халыққа жақын ұлттық нақыштағы жақсы әндер әлі де туа береді деп ойлаймын. Бекжігітке барлық жақсылықты тілеймін, шығармашылық табыс биіктерден көріне берсін деген тілегім бар. Ризамын енді шын мәнінде ауыл адамдарына деген сағыныш, ауыл адамдарына деген ризалықтан, құрметтен туған ән. Жалпы бір құдалыққа, ауылға құдалыққа баратын болдым. Сонда құдалыққа барсаң өңкей андай той әндері орындалады да. Сосын мен енді бір сый жасап барайын деп сол кезде жазған едім. Сөзін Базарбай Оспанов деген марқұм ақын жазды. Басында отырып жазылған әнім әр сөзіне мән бергізіп. Сөйтіп бұл әнді ол да дастархан басында айтылып, сонымен бірте-бірте тарап кетті ғой. Бірақ сөзін жазып алатын жұрттар менен. Сонда ойлайтын іштей, осы бір тәуірені болады ғой, әйтсен сөзін алмайтын еді ғой менен деп. Әжетайым қандырып құмарымды, еркелеттің жанада ұланыңды, өздеріңе арнадым бұл әнімді шіркін. Қамқорым шаттығым бақ гүлім даналарым. Ризамын аялы пейіліңе, ризамын тымыстық мейірімге, ризамын ұлағат сейіліңе. Қамқорым шаттығым бақ гүлім әжелерім, қамқорым шаттығым бақ гүлім аталарым. Ыстық маған әкешім алақаның, апатайым ер жетті балапаның. Биік болдау ұлың мен ақ отауың шіркін, нұрлы өмір сыйлаған сыйладам даналарым. Ризамын әкешім сүйенішім, ризамын анашым киелімісің, ризамын перзентің сүйедішін, нұрлы өмір сыйлаған сыйладам әкелерім, нұрлы өмір сыйлаған сыйладам аналарым. Түрлі адамдар болады. Біреулер аз ғана табысына масайрап, тандайсып, кеуде қаға бастайды. Кейбіреулер елеусіз жүріп, тынымсыз еңбек еткенді тәуір көреді. Бекжігіт міне сондай жан. Оны бұлайша ешкім байқай бермейді. Көптің бірі ғана секілді, ал әндерін бүкіл ел айтады. Мұндай жандар тасада қалып, еңбегін әлдебір пысақайлар пайдаланып та кететін кездер аз кездеспейді. Сондықтан да ел ішінде еленбей жүрген осындай дарынды жандарды дәл уақытында танып бағалай білгенге не жетсін. Бір істей алмай қалған шаруам жақсы бір әкеме, анама және өзім айналамдағы достарыма арнап осы әке, ана, дос туралы ән жазбаппын. Бәрін жақсы көремін, бірақ жазбаппын. Осы 60 деген тал түс деген сөз адамды шабыт береді. Мен тең ортаға енді келген екен ғой. Әлі алдымда 60 жыл бар екен ғой. Мен әлі жұмыс істей беруім керек екен ғой деген ой келеді. Сондықтан
алда Алла қуат берсе, денсаулық берсе, талай дүниелер шығарамыз деп ойлаймын. Мынау ғылым шын мәнінде адамның творчествосына тұсау салады екен. Ғылым әлемі. Өйткені бұл жерде процесс басқа ғой. Сондықтан мүмкін зейнет жасын ашқан кезде ең бір жақсы елді кәдімгі құлағын құршын қандыратын әндерім туатын шығар деген үмітім бар. Елімнің керуенін бастаған, елордам ерліктің мекені. Елдіктің тірегі асқаған, ертеңге аңыз боп жетеді. Атыңды мақтанып айтаман, абырой мәртебем арманым, алашқа төр болған байтағым. Таң нұрын сіңіріп арайлы, түрленіп көрсетер сан қыран. Тамсанып күл әлем қарайды, тыңдайды елімнің ән жырын. Астанам, асқағым, ардағым, атыңды мақтанып айтаман. Абырой мәртебем арманым, алашқа төр болған байтағым. Астанам, асқағым, ардағым, атыңды мақтанып айтаман. Абырой мәртебем арманым, алашқа төр болған байтағым. Астанам, асқағым, ардағым, атыңды мақтанып айтаман. Абырой мәртебем арманым, алашқа төр болған байтағым. Күллі түркі жұртшылығының алтын бесігі саналатын Түркістанның мәдени даму жолында қажырлы еңбегін аямаған ағамыздың жемісі Түркістаным тұраным әні. Бұл әннің шығу тарихы қандай? Естіген жанға рух сыйлайтын бұл туынды үлкен сахнаға 2000 жылы жол тартқан. Сейітқали Мадуанов деген керемет тарихшы, қазір марқұм. Мына тарихты білетін адамның жазған өлеңі бұл. Жай ақын жазса бұндай терең ішіндегі терең толғаныстарды келтіре алмас еді. Түркістанда ту тігіп, түркі әлемі түрленер деп. Тарихшы ғана жаза алады бұндайды. Сондықтан сол кісі бір кездесіп қалды жолда. Мен танымаймын ол кісіні. Сен ән жазатын қасиетің бар екен ғой деді, маған айтты. Жоқ әшейін аға, жай не ғой? Еріккен ермегі ғой деп едім. Жоқ, сен көрші мына бір деп бір сөз ұстатты қолыма. Оқысам жаңағы өлең екен. Сосын ол өлең негізі сол оригиналы түпнұсқасы ол қазіргі айтылып жүрген емес, сәл басқалау болатын. Өткен әннің иіріміне байланысты кей сөздерін өзгертесің. Буындар кемей қалуы мүмкін. Сосын оқыдым да деп суырмаға салып қойдым. Арада уақыт өтеді, ұмытып кеттім ананы. Жоғалып та кетті ол. Өйткені мен тапсырыспен өлең жазбаймын, ән жазбаймын ғой. Қатты ықыласым болған жоқ онша. Сол мен көрген сайын сұрайды менен. Не болып жатыр әнің дейді. Міне жазып жатырмын деп қоямын, үлкен кісі ғой. Сол мен
баян неше рет сұрағаннан кейін бір күні бүйтіп ойладым, келе жатыр екен, ән сұрайтын болды ғой дедім. Ән жазылды деп құтыла салайын дедім де енді. Сол сұрамайтын болады деп. Сол келіп қалды. Ассалаумағалейкум, амандасып. Ән қалай болып жатыр? Баяғы бірінші сұрағы сол ғой. Ән бітті, жазып қойдым дедім. Сонымен жақсы деп, молодец деп кетеді деп ойлағым ғой. Жүр онда деді, қайға десем, әнді барып аранжировка жасаймыз дейді. Ойбай, енді қайттым. Оның ақ волгасы болатын, ақ волгасының артына зорлағандай қылып мінгізді мені. Сөйтті де Арман Дүйсенов, мынау Райымбек Сейтметов театры ғой, Түркістан сазды драма театрында музыкант болатын. Арман Дүйсеновке звондады. Жаңа бір ән туды, дайындал аранжировка жасауға. Біз бара жатырмыз деді. Ал қара тер бұрқыта қалды. Өмірімде бүйтіп өтірік айтпау үшін бұл масқара болдым ғой енді. Енді не істеймін? Кетіп бара жатырмыз. Сөз жоқ. Ән жоқ. Өзім кетіп баратырмын. Сонымен аға дедім, ойбой дедім енді. Не деді? Сөзін ұмытып кетіппіз ғой дедім. Жұмыста. Менде бар ғой деп қалтасынан суып бере салды. Қуанып кеттім. Содан артында отырмын, ашып, оқимын. Ешқандай ешнәрсе келмейді. Тура Құдайдың құдіреті Телманнан өтіп, Яссауи кесенесінен маңында қайырмасы туды ғой. Өзі композиторлар еді, қайырма туса куплет жазу оңай. Ең қиыны әннің, ең бір сондай бір жауһары бұл қайырма ғой. Қайырма туғаннан кейін қуанып кеттім. Жүрегім жарылып. Сөйтіп ыңылдап ұмытқамайын деп, одан куплетін, театрға барынша куплетін жасап қойдым. Сөйтіп театрға кіріп, амандасқыштар көбейіп кетеді ғой. Мен әнімнен айылып қалайын деп тұрмын. Десем қоймайды, тоқтатып, анам ойбай деп зорға екінші этажға шығып, музыка жазатын жерге. Арман басқа тірлікпен айналысып отырған. Арман тез қош, мынаны тез. Не болды, қойбай қос мынаны тезірек. Клавиатураңда. Ол кезде компьютер емес қой. Ол кезде мынандай Ямахамен жазатынбыз. Аранжировкамен, синтезатормен. Сөйтіп ана Сейтқалияға да келіп қалды да, о жаңа жаз деп. Сонымен сол жерде жаздық. Жазып неге түсірдік? Нотаға. Сөйтіп бірінші оны орындаушысы Әлімбай Ботақараев болды. Әлімбай Ботақараевтың орындауында сол кездегі әкім Өмірзақ Ахмет естіпті сахнадан. Сөйтті да ән ұнатқан болу керек, бірақ бұл Әлімбайдың даусына келіп тұрған жоқ. Мұны мықты қылып жаздырайық деді да. Сөйтіп жүрді айтып, сонда айтты да қойды. Кейін Бекзат Саттархановты Астанада бір керемет бір кеш жасайтын болды. Бекзат Саттархановтан ұлықтауға байланысты Астанада бір үлкен кеш өтті. Сол жерге дайындап апаратын болды да, баритон дауыс іздеп, осы Марат Оразметов, ол кезде студент, соған жаздырды. Жақсы жазды, жаман емес бұлай. Сол жерде орындаған кезде Өмірзақ Ахмет жерге кіріп кете жаздаған ғой. Өзі айтады, ана Астананың аранжировкалары, Алматының аранжировкалары бәрі компьютермен жасаған, колонканы жарайын деп тұр. Біздікі колонканың түбінен шыққан. Біздікі өткен андай компьютерлік керемет не емес қой, аранжировка Түркістандікі. Сол жерде қап деп қалғанда, бірден Жанболат Ибрагимов деген ол кезде несі, кеңесшісі ма қасында. Соған айтқан, сен қаласың, мә саған ақша, мына әншіні алып қаласың, Маратты. Осын Алматыда мен дейтін жерге барып аранжировка жасатып, алып келесің деп тастап, сол қазіргі айтылып жүрген аранжировканы осы Өмірзақ Ахмет жасатып беріп еді. Азаматтылықтың азаматы. Келгеннен кейін келдік, біз шақырдық, кеп тыңдаңдар деп. Сейтқалияға екеуміз бардық, мына Мәдениет сарайында университеттің. Не келді дедік? Ойбай, сұмдық аранжировка келді деді. Содан жіберіп қалып еді, дауысын барды, колонкалар орнынан секіріп. Не деген аранжировка. Екеуміздің аузымыз ашылды да қалды ғой. Өмірзақ Ахмет отырғасымыз. Қалай деп қояды бізге? Танымай қалдық, керемет екен деп. Өмекеңе рахмет айтқанымыз бар еді, жақсы адам.
өнерді қадірлейді. Рухты әнді сыйлаған қазақтың рухы өр бекжігітіне бүгінгі және келер ұрпақтың атынан мың алғыс. Яссауиден алған ұлы батаны, Түркістаным бар түріктің отаны. Дүлей тарих тауқыметін арқалап, сан ұрпаққа тарағандан қатағы. Қилы заман өтті сенің басыңнан, жеңдің талай дұшпаныңды басынған. Сараң тарих таразысы кемелшіп, кездерің көп арпаласып ашынған. Түркістанда тотығып, түркілемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп, алар тілін. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұралым, айбар елім. Түркістанда тотығып, түркілемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп, алар тілін. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұралым, айбар елім. Санамызды сарғайтқанда сан сұрақ, бостандықтың атты таңы жарқырап. Күллі түрік әлемінен нұр шашқан, Түркістанда жанды өшкен шамшырақ. Жаңа ғасыр ұлы тұран ғасыры, қайта түлеп от боп ойнар жасыны. Ғылым білім туын теккен Түркістан, бар түріктің көшін бастар асылы.